Спорт сенің серігің, жанға дауа, қолға күш, сергітетін адамды қимыл менен қозғалыс. Құрметті ұстаздар, 13-ші гимназиясының спорт әлеміне қош келдіңіздер. Біздің мақтаныштарымыз, біздің мектеп спартакиадасы, біздің еңбектеріміз, дене шынықтыру мұғалімдерінің еңбегі. Назар салып қараңыздар. Тексерушілер деп айтсам айта бер, кеттік бассаң. Құрметті ұстаздар, құрметті мұғалімдер, біздің спорт алаңымызға қош келдіңіздер. Біздің оқушыларымыздың киініп шешіну бөлмелері, қыздар бөлмесі. Келесі кезекте ер балалардың бөлмесі. Назар салыңыздар. Біздің оқушыларымыздың денін шынықтырып, денсаулығын нығайтатын орын. Кеттік. Осы бұрыштан бастайтын болсақ, пожарный щитіміз біздің. Өрт сөндіргіш құралдары, газ баллондары 2 дана, арғы бұрышында 2 дана, 4 дана. Гимнастикалық орындықтар 1, 2, 3, 4, 5 дана.
волейбол торы. Оқушыларымыз волейбол ойнаса, бойлары ұзын болады, және саусақ моторикалары жақсы дамиды. Ары жүрсек, біздің пожарный есік, өрт болған жағдайда қауіпсіздік жағдайлары әлсіреген жағдайда осы есіктен бізде оқушылар шығып кетуге болады. Тройка деген құралымыз, турник бар, брусьясы бар, креш жасайтын құралымыз. 3 в 1 деп айтады. Жаңағы айтқан газ баллондары, өрт сөндіргіш баллондары. Төсеніштеріміз мат деп айтамыз, 3 дана швед қабырғасы, 1, 2, 3, 4, 5 швед қабырғалары. Ары баскетбол сеттеріміз, баскетбол шеттеріміз біздің. Ол да спорт залы бойынша 2 дана. Терезелеріміз кез келген уақытта спорт залды желдетіп, және де запасный выход деп есептеуге болады бұны. Жаңағыдай егер есіктер ашылмай қалған жағдайда, іште өрт болатын болса, осы терезелерден шығып кете алады. Және де бұлар осындай торлармен қорғалған. Ары қарай біздің теннис столымыз. Бұл жерде оқушыларымыз өзінің шапшаңдығын дамытады. Теннис столы торы бар, столдың өзі бар және ракеткілері. Бұл теннис спортының пайдасы оқушыларға көзге өте көп пайдасы бар. Және де шапшаңдық қимыл қозғалысын жетілдіруге өте жақсы спорттардың бірі. Ары қарай баскетбол себеттеріміз, щиттеріміз баскетбол. Екіншісі, және айтып өтетін жат, біздің жарығымыз. Кешкі мезгілде оқушылар жақсы тренировка жасау үшін осындай жарықтарымыз бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 жарығымыз бар. Полдарымыз сызулы, әр спорттың өзінің ереже бойынша сызылған алаңдары. Мысалға, мына қызыл сызылған алсақ, бұл дейтін волейбол алаңы, көлемі 9-18, одан кейін алатын болсақ, мына дөңгелектер баскетбол алаңы, айыппол алаңдар, мына сызықтың сыртынан лақтырса, ол дейтін үштік ұпай алатын дуга сызықтары. Ары қарай үлкен көлемде сызылған сызық, ол футзал ойнауға арналған алаңы оқушыларымыздың. Камера орнана, одан кейін қауіпті жағдай төнген кезде микрофонымыз біздің өрт немесе қауіп төніп тұр деп айқайлайтын біздің микрофондарымыз. Арқан ілетін біздің тұрағымыз, арқан ілетін. Мұғалімдер бөлмесі. Кеттік. Мұғалімдер жұмыс істейтін компьютерлері, принтер, компьютер, қалам жүйелері, волейбол ойынның құралдары, антенналары, темір тірсектеріміз, қоқыс шелектері, доптарымыз, волейбол, футбол, баскетбол, ұлттық ойын арқан тартыс, және де набивной ауыр доптар, рай, стөл, шкаф, мұғалімдердің киімін қойып қояды. Спорт денсаулық кепілі дейтін біздің көрсеткіштеріміз, президенттік, ұлттық және бастауыш сыныптардың көрсеткіштері, оқу көрсеткіштері. Жақындап алсаңыз болады, қауіпсіздік ережесі, оқушылар танысатын.
мұғалімдер бөлмесінің құжаттары, іс-шаралар, бұйрықтар, әр мұғалімнің бумалары, тұратын құжаттары, теннисный ракеткалар, кедергілер, насос және де қоймалар. Бұл жерде артық тұрған құралдарды салып қоюға болады. Аптечкамыз біздің дәрігерлік көмек. Оқушылар құлайды, жүгіру барысында жүгіргесін, спорттық ойындарды ойнағасын құлайды, сол кезде осы бізге ең қажетті, ең маңызды құралдарымыздың бірі. Назар салып қараңыздар. Біздің олимпиада чемпиондары. Әділбек Ниязымбетов Маңғыстаудан шыққан, Виктория Попова сияқты спортшыларымыз. Таңертең сабаққа келгенде оқушылардың алдында әдемі болып тұру үшін біздің айнамыз.